Шымкент қалалық сотының бастамасымен медиация институтын одан әрі дамыту мақсатында көп жақты меморандумға қол қойылды. Атап айтқанда қалалық сот, қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін Самғау сенім орталығы және қаладағы медиация орталықтарының басшылары бірлесе жұмыс жасауға келісті. Адамдарды келісімге келтіру соттардың жұмысының басым бағыты. Сондықтан еліміздің барлық соттарында татуластырушы судьялар қызмет етеді. Сотқа келген әрбір іс бітіммен бітуі ықтималдығы бойынша сараланып, соттасушылармен келісімге келу мүмкіндіктері талқыланады. Бұл өз нәтижесін көрсетіп келеді. Енді оны одан әрі дамыту мақсатында жергілікті атқарушы басқа да мүдделі органдармен меморандумға отырмақпыз, деді Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісінің басшысы Берік Мейірханов. Мемлекетіміздің ең басты мақсаты әрбір қазақстандық отбасының әл-ауқатын жақсарту біздің қолымызда екенін ұмытпауымыз қажет. Сол себептен осы меморандумға қол қойып отырмыз бүгіндікке. Меморандум аясында біз өзара бірлесіп отырып ортақ және өңірлік деңгейде медиацияның дамуына жәрдемдесуге, бұл жерде енді билер кеңесі 9 тарап деп жатырмыз ғой, медиация орталықтары, билер сот кеңесі және халықпен Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы. Біз енді халыққа насихат жасаймыз, осы және тараптарды жаңағыдай медиацияға бітімгершілікке әкелуге өз үлесіміз қосамыз деп отырмыз.